Иә, не көрдің, не білдің? Хиуа, Самарқан асып мына шеті, Алтай, Шәуешекке дейін бардым. Көп нәрсеге көз жеткіздім. Сарттар іштарлықпен қараса да әзірге тыныш. Бізге көз алартып тұрған дұшпанды байқамадым. Тәуке ханның мықтылығын мойындап отыр. Қазақта күш барын білет. Шәуешекке қарай Қытай көп келе бастады. Сауда-саттықпен жүрміз деп арасындағы жансыздары құлақ түріп, айналаны барлап жүр. Олардың сол төңіректі қағазға түсіріп жүргенін көзім көрді. Қара Қытайдың ойлаған арда. Қара Қытайдың ойлаған арда. Англияның Financial Times дейтін басылымында бір ерекше мақала жарияланды. Ағылшын тілінде. China, the soft superpower. Мақаланың тақырыбы солай. Негізінде ағылшын тілін білетін қауымға Chinese soft power деген іздеуішпенен, кілт сөздерменен, немесе Chinese soft superpower дейтін кілт сөздермен іздесе, бұған қатысты деректер телегей теңіз. Бұл туралы ақпараттарды күнбатпас империя болған, күллі әлемді ғасырлап жаулап ұстап тұрған Англия билігі және олардағы үлкен ғылыми зерттеу орталықтары тұрақты түрде жариялап тұрады. Олар, білесіздер, енді Англия туралы біз дерек бермей-ақ қояйық. Енді осы мақаладағы айтылған ойларға қараңыздар, жалпы беттік бір шолу жасайық. Бұл soft деген сөз, жұмсақ деген сөз. Жұмсақ, былқылдақ, қатты емес деген мағыналарды береді. Power деген сөз, күш, құдірет деген мағынаны береді. Ал енді суперді білесіздер, ерекше, ерен деген сөз. Сонда жаңағы soft power, немесе soft super power деген сөзіңіз, яғни жұмсақ күш, жұмсақ құдірет деген сөз. Бұл нені білдіреді? Бұл нені? Қытайдың жұмсақ күші деген не деген ұғым ол? Қытайдың жұмсақ күші дегеніңіз соңғы кезде әскери саланы қамтымаған, аталмыш тырнақша ішіндегі мәдени ауыз күйісті желеу ете отырып, немесе сол жердегі этникалық қытайларды өзіне көпір ете отырып, ортадағы бір қолданатын құрал ете отырып, немесе студенттерді өзінде тегін оқыту, зор, үлкен көлемдегі стипендиялар, шәкіртақылар арқылы қызықтырып, немесе мәлім бір экономикалық күштерді Қытаймен бизнес жасауға мүдделі ете отырып, және оларға тиісті тиімді пайдасын бере отырып, немесе мәлім бір ақпарат құралдарын сатып алып, немесе бір саяси күштерге экономикалық көмек көрсете отырып, сол мемлекетте, сол елде әскери жаулап алмай тұрып, сол елде қытайшыл бір ауан қалыптастыру. Яғни қорытып айтсақ, бұл жұмсақ күш құдіреттің, әсіресе Қытай тарапынан келетін жұмсақ күш құдіреттің мынандай сипаттары бар. Біріншісі, оған Қытай билігі тарапынан, Қытай қазынасы тарапынан триллиардтаған сома бөлінеді екен. Яғни соңғы кезде осыған бөлінетін қаражат өте көп болғанда, тіпті кейбір мемлекеттердің болжамынша әскери бюджетке бөлінетін қаражатпен пара-пар дейді. Көрдіңіз ба? Ал енді бұл неге солай? Себебі ол әскерін аттандырмай тұрып, сол елді жаулап алады. Қай жағынан жаулап алады? Ең біріншісі, сол елде мәдени ауыз күйісті желе өте отырып, сол елде Қытайдың жағымды образын қалыптастыру. Бұл мәдени экспансия дегеніңіз осы. Яғни сол жердің қарапайым халқы, дербес ойлай алмайтын қарапайым бұқара, немесе орта буын зиялы, немесе ортан қол ақын жазушыларды қытайшыл қылып, өзіне сатып алу, милларын өзіне қарай бұрып алу.
бүйрегі Қытай деп бүлкілдеп, жүрегі Қытай деп соғатын бір қауымды қалыптастыру. Мәдени экспансия. Бұл аталмыш рухани ауыс-түйіс, мәдени іс-шаралардың ұйымдастыруы, мәлім бір кедей ортанқол ақын жазушының кітабын шығарып беру, оның шығармашылық кештерін Қытайда өткізіп беру, сол арқылы оның шығармаларының Қытай тіліне аудару, немесе сондағы бір халықаралық ұйымдар атынан оған бір халықаралық лауазымдар тағайындау, мәдениет елшісі, мәдениет періштесі деген лауазымдар беру. Сөйтіп ең соңында әлгі кісі өзінің қалайдан қалай қытайшыл болып кеткендігін білмей қалады. Білесіздер, соңғы кезде Қазақстанда да кейбір аталмыш қоғам қайраткерлері, орақ тіл, отауызды ағаларымыздың Қытайға қарсы үндері өшіп қалды. Неге? Олардың кітаптары о жақта шығып, шығармашылық кештер шығып, аударылып, о жақтадағы сол артқы көрінісі Қытай болатын, бірақ бірдеңе халықаралық ұйымдар деген ұйымдарменен қаржыландырылып отыр. Мәдени ауыс-түйіс. Ал бұл мәдени ауыс-түйістің түрі өте көп. Біріншісі ол студенттер, магистранттар, докторанттарды өте зор көлемдегі шәкіртақымен оқытады. Келіп кететін ұшағы көтеріледі. Барғанда арнайы қонақ үй деңгейіндегідей жатақхана беріледі. Тіпті оның тамағына дейін жаңағы көмек қаражат беріледі. Тіпті тамағын басы бүтін тегін қып тастайды. Қолдарына жаңағы сол жердің шәкірттерінен 10-нан 100 есеге дейін жоғары шәкіртақы тағайындап қояды. Ал ондай жарнамалар соңғы кезде Қазақстанның өзінде қаптап кетті. Білесіздер, $3000 стипендия береміз деген жарнама қаптап кетті. Сонда ол өзіне $30, тіпті $300 стипендиясын қимайтын Қытай не үшін біздің қазақтың қыздар мен жігіттерін бакалавр, магистр, докторантура оқуға шақырып әлек болып жатыр? Міне бұл soft power. Оларды оқытады. Ал олар оны оқытқанда не істейді? Ақшасын суша шашады. Ең соңында соным қытайшыл бір күшке айналдырып шығады. Ал мәдени ауыс-түйістің екінші түрі мәлім бір әншіні жұлдыз жасау. Мысалы біздегі Димаш. Димаш мысалы Еуропаға баруы керек еді. Дұрыс па? Ол шынында талант, мойындаймыз. Ол Американы бағындыру керек еді. Ол Еуропа дегеніңіз жатқан ол бір теңіз, ол Англияға бар, Францияға бар, Германияға бар. Қай елді айтын? Италияны бар. Қайсы елге бар сен? Күллі әлемдік жұлдызға айналасың. Бірақ біздің Димашты Қытай жұлдыз қылды. Димаш Қытайда жұлдыз болды. Міне, ол да Қытайдың soft power'ның бір көрінісі. Сосын қытайлық кино, қытайлық бағдарламалар, қытайлық сериалдар, Шыңғысханды Қытай деп уағыздайтын кинолар, және Қытайдың бүкіл идеологиясын, Конфуцийін, тағы басқасын, фэншуйін, немесе сол қытайлық каратаны дәріптейтін, қысқасы Қытай мәдениетінің, Қытай экспансиясының бір элементтерін уағыздайтын нәрселер кеңінен халыққа жалпыласа бастайды. Бара-бара сен Қытайдың тамағын жегеніңді білмей, қытайша атауларменен заттарды атап кеткеніңді білмей қаласың. Оған дәлел гойрулағман, сөйрулағман, дапанжи деп тілімізді бұрап кеткенімізді. Алматыдағы ресторандардың есептесең 50%-дан 80%-ға дейін менюін тексеріп көрші. Қытайдың тамағы тұр. Демек, міне мәдени ауыс-түйіс, рухани өзара ауыс-түйіс дегеннің ар жағында не жатыр? Сосын ары қарай қос неке, сосын ары қарай қазақтың қыздарын үйлену, сосын ары қарай неке таныстыру орталықтары, сосын ең соңында олар жаңағы жымиған, күлімсіреген Джеки Чен болып келу, оған жатып жастық иіліп төсек болатын әкімшілік, ең соңында сөйтіп бәріміз Қытайды жақсы көрді, ең соңында қойшы құрысыншы осы. Сол Қытай бола салайықшыға баратын. Оның бәрі басқыш этап-этабымен келіп отқан дүние. Ал бұл мәдени жағы. Екіншісі қай жақ? Ақпараттық жақ. Ақпараттық жақ, яғни ақпарат саладарын олар қаржылай сатып алады. Меншігі қылып сатып алмайды. Бірақ көзі қысық, тілі тәтті ағайындар, көзі қысық, тісі қисық, тісін тілімен жасырған ағайындар жаңағы бума долларларды небір әдемі сұлу қыздармен немесе
беті қазақ болғанмен жүрегі Қытай болып тұрған адамдар арқылы ақпарат құралдарын ұстап отырған азаматтардың қалтасына сүңгітеді. Немесе оларға Еуропаға, Америкаға саяхаттап қайтуға билеттер алып беріп ұсыныс жасалынады. Олар сөйтіп өздері өмірі бармаған, армандаған небір аралдарға барып дем алып қайтып келеді. Ол міндетті емес оның Қытайға бар. Бірақ әдемі ақшалар, аты жазылмаған тек қана кодтар берілген банк карточкалар қолдарына табыс етіледі. Тек кодын білсеңіз болды, ол банк карточканың. Сізге кодын айтып береді, барып тексересіз, ақшаңыз тұр. Болды. Міне, сол арқылы ақпарат саласындағылардың да Қытайға қарсы үні өшеді. Ешқандай телеканал, газет, сайт, журнал, немесе жаңағындай бір аталмыш ақпарат саласындағы мықты тұлғалардың бәрі үні өшеді. Қытайға қарсы бір аузы мәу демейді, керісінше қытайшыл болып шыға келеді. Тіпті Қытаймен экономикалық сауданы дәріптеп, Қытай біздің жаңағы мүмкіндігіміз деп ес шығып мақала жазып дәріптеп кететіндер солар болады. Жаңа айттық, мәдениет, ақпарат дедік. Үшіншісі экономика. Яғни бизнес саласында Қытаймен сауда жасағандарды барынша сүйемелдейді, көтереді. Ең соңында олар сол қоғамдағы ең бақытты және баяшатты өмір сүретін алпауыттарға айналады. Әлгілер Қытайдың жаңа экономикалық көмегіне сүйене отырып, сол жердегі басқа елдермен бизнес жасайтындар қарағанда әлдеқайда қуатты күшке айналып кетеді. Немесе қолдан миллионерлер жасайды. Олардың Қытай ресторандарын ашуы, Қытай жаңа бизнес клубтарын ашуы, ең соңында Қытаймен сауда жасау, Қытайдан тауарлар тегін алу, тегін жаңағы лизингке алу, тегін кредиттік жолдар, өсімсіз кредиторлық жолдар, осының барлық ең соңында жаңа Қытайшыл бизнесмендерді жетілдіріп шығады. Төртіншісі саяси күш. Яғни қолын тікелей саяси элитаға созады. Ол екі түрлі жолмен созылады. Біріншісі тікелей қазіргі саяси элитаны сатып алуға қарай қамданады. Олардың бала-шағасын Қытайда оқытады, немесе олардың тікелей туыстарын, жанама туыстарын, бәйбіше тоқалдарын, немесе нағашы жиен, құда жекжаттарын Қытаймен бизнес жасауға үгіттейді, немесе әлдеқандай бір компанияның консультанттары қылып қояды. Әлдеқандай бір Қытайлық ірі корпорацияның консультанты болып, айына $100,000 консультанттық, яғни кеңесші деген ақша алып отыратын қылып сатып алып отырады. Немесе баласын оқуға алып кетеді. Баласын тегін оқытып отырады. Себебі оған арналған Хуачао, немесе халықаралық жаңағы достық бірдеңе бағыттағы университеттер ол жақта ит басынан төгіледі. Сөйтіп саяси, қазіргі бар саяси күшке қолын созады. Немесе жаңағындай өздері оқытып тәрбиелеген болар күштер арқылы болашақ саяси күштерді жетілдіріп шығарады. Міне бұл Chinese soft power. Міне бұл Қытайдың жұмсақ күші. Міне бұл Chinese soft super power. Міне бұл Қытайдың жұмсақ ерен күш қуаты. Білесіздер, қарағай қандай қатты. Балталау, шабу, аралау қандай қиын. Бірақ сол қарағайды жұмсақ құрт жеп тес алады. Қытайда бір мақал бар. Шенли жиди күй шө дейді. 1000 шақырымдық судың тоспасы дейді, құмырсқаның інінен бұзылады дейді. Көрдіңіз бе? 1000 шақырымдық қолдан жасалған судың тоспасын құмырсқаның іні бұзады дейді. Қазақта тура соған парапар мақалдар бар. Тамшы су тас теседі дейді. Жұмсақ тамшының суы басыңа түссе де, қолыңа түссе де іштерің тесіп кетпейді. Бірақ сол тама беріп, тасты теседі. Міне бұл жұмсақ күш құдірет. Сондықтан бауырлар, мынау әлемдік ақпарат саласы дабыл қағып жатқан soft power туралы, әсіресе Chinese soft power туралы бүкіл батыс әлемі дабыл қағып жатқанда біз ұйқыда қалып қалмайық. Кешегі бабаларымыз айтқан «Чүршіт жатыр арқада» деген өлеңді ұмытпайық. Гуглге жазыңыз, іздеңіз, «Чүршіт жатыр арқада». Сол осы өлеңнің, осы толғаудың айтылғанына 3 ғасыр болды, не болған жоқ. Сонда бабаларымыз
Шүршіттен қалай қорқты? Шүршіт деп сол кезде бабаларымыз Қытайды айтты. Біздің қазіргі Қытай деп тұрғанымыз анығында Қытай емес. Біздің бабаларымыз Қытай деп түркі қауымдарыменен қазіргі біз Қытай деп отқан халықтың ортасында қидан деген халық болған. Біз сол қидандарды атадық. Кейін ол қидандардың бір бөлігі Қытай болып кетті, бір бөлігі біздің мынау оңтүстік жаққа келіп қоныстанды. Біз сөйтіп ол қидандарды айтып жүріп, ең соңында сол қидандар Қытай болып кеткен кезде оларды Қытай деп кеттік. Қиданымыз Қытай. Ол анығында олар бөлек халық болған. Ал таза түпнұсқа Қытайларды біз не деп атады ата-бабаларымыз? Тауғаш деп атады, тапқаш деп атады. Күлтегін бітік тасын қараңыз, Тонеоқық мәңгі тастарын қараңыз. Күлтегін тастарында, Білге қаған тасында, Тонеоқық тастарында, мәңгілік ескерткіштерінде Тауғаштың бектері залым деп жазған жоқ па? Тауғаштың өзіне жақын тартып, жібекпенен, шайменен алдап, ең сонда түркі халықтарын құлдыққа түсіргенін айтпады ма? Содан сақтан деп мәңгілік тас қойып жазып кетпеді ме? Білеңіз, ол тастар қайда? Қазіргі Монғолияның астанасы Улан-Батырда. Улан-Батыр қайда? Қазіргі Қазақстан қайда? Сол заманда біздің ата-бабамыздың астанасы сол Улан-Батыр болған. Сол кезде ол біздің шекарамыз еді, кем дегенде. Білесіздер, Қытай халқы өзіне бір киесілі жерді қорғанмен қоршап алады. Мысалы, бір Қытайды сен ай шарына немесе әлде бір планетаға апарып таста, ол дереу сол жерге барғанда бірінші кезекте ол сол өзіне бір киесілі жерді қоршап алады. Ал қазіргі Қытай қорғаны Қытай территориясының қақ ортасында тұр. Себеп Қытай қорғанын соққанда олар біздің ата-бабаларымыздан қорыққаннан соққан. Анау 80-ші жылдарда бір қазақтың студенті Пекинде оқып жатып, бұл қорғанды соққандар, ғұн бабамнан қорыққандар деп жазып тастапты дей, сол қорғанға дәу қыл. Сол үшін оқуынан айдалған екен, шеттелген екен. Тура сол шындық. Себебі ешкім үйінің ауласының қақ ортасынан қорған салмайды ғой, ауланың сыртынан саласың. Тура сол сияқты бауырлар, Қытай қорғаны ертең кеп, іргемізден кеп салынып қалмасын десек, біз осы софт бауырдан абайлайық. Ата-бабамыз оны анау 7-ші ғасырдың өзінде тасқа жазып, ойып тұрып, қашап тұрып ескертіп кетті. Біз ұмыттық оны. Тауғаштың бектері залым, сақтаныңдар деп тұрып жазып кетті. Біз ұмыттық. Содан сақтанайық, бауырлар. Мына Американың өзінде соңғы кезде Трампқа қарсы адамдар Трамптың Қытайды тым еркелетіп жібергенін айтып жүр. Оны да ақпараттан іздесеңіздер шығады. Себебі Американың өзінде Қытайдың орталық телеканалы CCTV-дің ағылшынша каналы ашылған, және ол ағылшынша каналы соңғы кезде қытайшыл көрермендерді молынан жиып алған. Қытайдың саяси, мәдени, экономикалық, экспансиялық идеяларын қазір ағылшын Американ халықтарына үгіттеп жеріне жеткізіп болған. Тіпті тұтас ақпарат саласында қытайшыл күштерді тіпті қауырт өскен сонша, тұтас Америка қазір Америкада қытайшыл адамдар өте мол болып кеткен. Және олардың күш қуаты, экономикалық күш қуаты да қауырт зор, ересен болған. Алыстағы Америка мен күнбатпас империя Англия алаңдап дабыл қағып жатқанда 18 миллион жан саны бар. Жер бетінде 9-ші үлкен территориясы Ұланғайыр даласы бар. Кеше ғана тәуелсіз ел болған менің ағеділ аңқау қазағым, аузын ашса жүрегі көрінетін, қулықты білмейтін, тактикадан алыс жатқан қазағым. Сенің халың не болмақ? Асанқайғы бабамыз жерұйықты іздеп желмаясын желдіртіп отырған кезде бізге жер бетінен жерұйықты таппаған көрінеді. Шығысымызда миллиард құжынаған құрттай, құмырсқадай халық, батысымызда, терістігімізде азуын айға білеген аю. Қазақ, сенің қалың не болмақ? Күні түні ойын күлкі, той, думан. Тойдан басқа ойларың жоқ. Бүкіл әлеуметтік желіңде әнші мен күйшіден басқа тақырыбың жоқ.
бұғатталып жатқан миллиардтаған долларға бір қазақтың жаны ашымайды. Аузынан жаңылып бір әнші бір дөрекілік танытып қойса, соған бүкіл әлеуметтік желі оны халық жауынан артық қуырып пісіріп алады. Себебі халықтың санасы содан өзгеге жетпей тұр. Халық сол әнші мен күйшіден басқа тақырыпқа миы жетпей тұр. Халықты сөйтіп зомбилап тастаған Совет одағы кезінде. Аңырап ән салғаннан басқа адам емес. Ал экономиканы кім қадағалайды, саясатты кім қадағалайды, ақпаратты кім қадағалайды? Батыстық ақпарат құралдарында жазылып жатқан осындай үлкен дүниелерді бізге кім аударып жеткізіп отырады? Біз әлі русский мирдің сасығын, русский мирдің осырығын француздың әтірінен арман жұпар сезініп жүрсек. Енді соңғы кезде қаптаған Конфуций институттары, Қытай тілін үйрететін университеттер қаптады. Біз иыққа мінген бір ағадан құтылып, енді екінші бір ағаны иыққа мінгізгелі отырған жоқпыз ба? Арыстаннан құтылып, жолбарысқа жем болғалы отырған жоқпыз ба? Ата-бабамыз аңсаған тәуелсіздік қолымызға енді келіп жеткенде, бізді ғасырлар бойы қырып келген, қынадай қырып келген, тоқтаусыз қырып келген, миллиондап қырып келген бір алпауыттан құтылғанда, екінші бір шайнамай жұтатын аждаһардың аузына түсіп кеткенімізді білмей қалмаймыз ба? Қазағым, қайда барасың? Қайда тұрасың? Діннің анау сан сектаға бөлінген. Аталмыш дін қайраткерлерің анау бірін-бірі секта деп бірін-бірі жамандап отырған. Анау аталмыш ғалымдарың анау байпаққа масих тартама деп 15 жыл бойы дауласып, 25 жыл бойы дауласып отырған. Аталмыш діндарларың анау бірін-бірі жау көріп, бірінің ұстанған жолмен екіншісі жүрмесе ата жауындай көретін. Зиялы қайраткерің анау қалтасы жұқа, әр байдың, әр кланның сойылын соғып жүрген. Журналистерің анау тойда тамада болғаннан арыға бара алмай жүрген. Ендеше қазақтың қамын кім жейді? Қара бұқараң анау тойдан басқаға ақылы да ойы да жетпей жүрген. Жастарымыз анау пара беріп, бес алып, пара беріп, диплом алып, пара беріп қызметке тұратын. Сонда біздің шығар жолымыз қайда? Ұлтты кім құтқарады? Ойланайық. Ойланайық халқым.